Assalamu алейкум. Асхабу Суфа каналына қош келдіңіз. Біз бүгін ғұсыл дегеніміз не, ол қалай алынады, хайыз, нифас деген тақырыптарды қозғайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеле кетуді ұмытпаңыз. Ғұсыл дегеніміз бүкіл денені таза сумен жуу арқылы тазалану дегенді білдіреді. Дәрет секілді ғұсыл да діни тұрғыдан тазаланудың бір жолы. Ғұсыл алуды қажет ететін жағдайлар: хайыз, нифас, жүніптік. Жүніптік дегеніміз жыныстық қатынас немесе бойдағы құмарлық сезімнің нәтижесінде мәнидің келуіне байланысты кісінің кейбір құлшылықтарды орындай алмауы. Адамның жыныс мүшесінен ағатын сұйықтық 3 түрлі болады. Бұлар мәзи, уәди және мәни деп аталады. Бұлардың ішінде тек мәни ғана ғұсыл алуды қажет етеді. Бұл жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мәзиге дәрет, мәниге ғұсыл керек деген. Мәзи дегеніміз қиялдау немесе аймаласудың нәтижесінде ләззат алу салдарынан жыныс мүшесінен ағатын мөлдір жалқық сұйықтықты айтады. Мәзидің келгені байқалмауы мүмкін. Бұл әдетте ер адамда да, әйел адамда да болады. Уәди суықтың нәтижесінде ауыр жүк көтерудің салдарынан көбіне зәр сындырған соң жыныс мүшесінен ағатын қою, жалқық сұйықтық. Мәни деп өзіне тән иісі, түсі бар, несеп жолынан құмарлықпен ытқып шығатын ұрық сұйықтығын айтады. Ғұсыл тек мәни деп аталатын ұрық сұйықтығы келгенде алынады. Мәзи мен уәди келгенде дәрет қана бұзылатындықтан ұятты жерді жуып, тазалап, қайта дәрет алу жеткілікті. Мәни, яғни ұрық ағып ақпағанына қарамастан, жыныстық қатынасқа түскен ер адамда, әйел адамда жүніп болып саналады және ғұсыл алулары керек. Ғұсылдың парызы 3, яғни осы 3 нәрсені жасаған кезде ғұсыл алынған болып саналады. Бірінші, ауызды сумен шаю. Екінші, мұрынға су тарту. Кеңсірікке дейін су тарту керек. Үшінші, тұтастай тұла бойын сумен жуу. Яғни шаш пен сақалдың түбіне, құлақ пен кіндіктің ойығына түгелдей су тиюі тиіс. Құранда «Уә ин кунтум джунубан фаттаххару» жүніп болсаңдар, толықтай жуыныңдар деген аятта бекітілгендей ғұсылдың парыздары денені тұтастай жуу болып табылады. Енді әйелдерге тән хайыз бен нифас тақырыбына өтейік. Әйелдерде жасөспірімдік шақтан менопаузаға дейінгі аралықта үзбей болатын физиологиялық құбылысты хайыз, яғни етеккір күй деп айтады. Бұған Құран кәрімдегі «Есәлунәка анил махид» сенен хайыз жағдайлы жайлы сұрайды деген аят дәлел. Сонымен қатар Бухари мен Муслимде Айша анамыздан жеткен риуаятта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хайыз туралы былай дейді: «Инна хаза амрун катабахуллаху аля банати Адам». Бұл Алла тағаланың адам атаның қыздарының пешенесіне жазғаны. Қыз балада етеккір 9 жастан басталуы мүмкін. Етеккір көрудің орташа жасы 11-13 жас болса, етеккірдің біту уақыты 45-50 жасқа дөп келеді. Бұл жастан кейін келген қан етеккірге жатпайды. Ханафи мазхабында етеккір ең аз дегенде 3 күн келеді, әрі кеткенде 10 күнге дейін созылады. 3 күннен аз немесе 10 күннен көп келетін қан үзір қаны болып есептеледі. Екі етеккірдің арасындағы тазалық күндері кем дегенде 15 күн болу керек. Әйел хайыз күндері намаз оқымайды, ораза ұстамайды және сол күндері оқымаған намаздарының қазасын өтемейді, ал оразасының қазасын өтейді. Сондай-ақ хайыз күйдегі әйелмен жыныстық қатынасқа түсу харам етілген. Енді нифас тақырыбына көшейік. Әйелдерде босанғаннан кейін қынаптан ағатын қанды нифас деп атайды. Ханафи мазхабында нифастың ең ұзақ уақыты 40 күн. Хайыз бен нифас қандары тоқтаған кезде ғұсыл алып, намаз, ораза секілді ғибадаттарды қайта жалғастыру қажет. Нифас мерзімінде нифас қаны кейбір күндері тыйылып, сосын қайта жалғасса, тыйылған бұл күндерде нифас күндері болып табылады. Түсік жайлы Ибн Абидин былай дейді: түсік баланың дене бітімі жетілген болса, туған әйелден келген қан нифас қаны болып саналады. Ал егер түсік баланың дене бітімі анық болмай, тіпті бала бейнесінде жетілмеген болса, онда анасынан аққан қан нифас қаны емес, ол хайыз қаны болып саналады. Дене бітімінің жетілгені түсіктің шашы, тырнағы, қолы, аяғы, саусағы белгілі болумен анықталады.